Келесі, қорапшада бір қызыл, 8 ақ және 9 көк шар бар. Қорапшадан кездейсоқ алынған бір шар қызыл болуының ықтималын табыңыз. Ықтималдық, яғни n бізде қолайлы жағдайдағы шамасы. Мына жақтағы n жалпы жағдайдағы. Екеуі бір-біріне қатынасы. n дегеніміз бізге қызыл шар айтып тұр. Қызыл шардың ықтималдылығы 1 мына жерде. Енді олардың 1, 8, 9 қосындысы жалпы жағдайдағы 18 екен. Яғни бізде ықтималдығы 18-нен 1 шығады. Келесі екінші. Кездейсоқ алынған бір шар көк емес болуының ықтималы. N, яғни жалпы жағдайда бізде 18 болып тұр. 18. Енді көк емес. Яғни біз қызылды аламыз, мына жерде қараңыздар. Қызылды аламыз, және де ақты қосамыз. Яғни көкті қосып алмаймыз мына жерде. Астына жаза қойын. N-іміз, яғни 8-ден 1-ді қосынсы 9. Яғни оны қысқартатын болсақ 2-ден 1. Яғни ықтимал болуымыз 2-ден 1-ге тең.